Сәлем қыздар, бүгін біз пешбармаққа қамыр илейтін боламыз. Қамыр илеу, жаю жолдарын көрсетемін. Алдағы уақытта мен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен мен еттің сорпасын суытып алдым. Оның үстіне тұзымды қосып, араластырып, ұнымды салып, сәл қаттылау қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, сәл қаттылау болуы қажет. Илеп болған соң пакетімізге немесе қақпағы бар ыдысқа егін қандыру үшін қойып қоямыз. Егін қандыру үшін 2-3 рет қайтарып отырамыз. Одан кейін оны екіге бөліп, біріншісін осылай илеуге кірісеміз. Қатты баспай, алдымен осылай дөңгелек болып шығу үшін ұнымызды аз-аздан қосып, екі жағын басып илеп аламыз. Айта кететін ақпарат, сіздер илеп орап жатқан кезде ортасы тығыз болып ораңыздар, өйткені ортасы мұжылып қалмау үшін. Және де осылай айландыра отырып қамыр илесеңіздер, дөңгелек қамыр иленетін болады. Жайып болдық. Орап, кесіп алып, кескен қамырыңызды холодильникке салып, керек кезде пісіріп алсаңыздар да болады. Езілмейді. Менің видеом сіздерге ұнаса, маған подписка жасап, лайк, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тәтті тағамдармен, ұтымды ақпараттармен бөлісетін боламын. Тәтті шай, Жаңыл Үсенқызы, рахмет.